Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге чечевицаның, яғни жасымықтың пайдасы туралы айтатын боламын. Ендеше видео басталмас бұрын лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркеліп кетуді ұмытпа. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бұршақ тектес өсімдіктердің бір түрі жасымық бұрыннан бері пайдалы және емдік қасиеттерімен де белгілі. Жасымық бұршағының құрамында бізге күш пен энергия беретін көмірсулар көп болады. Соның арқасында жасымықтан жасалынған тағамдар өте тойымды. Оның құрамында ағзамызды құрайтын бөлшектер, ақуыздар өте көп. Жасымықтың 60% осы ақуыздарға тиесілі. Сол себепті жасымық ет сияқты ақуызы мол тағамға балама бола алады. Сонымен қатар жасымықтың ақуызы ағзамен жеңілірек қабылданады. Сонымен қатар жасымық бұрышы басқа да макро және микроэлементтерге, оның ішінде мырыш, марганец, селен, йод, фтор, фосфорға бай. Және жасымық бұрышында А, Е, Р және В тобының дәрумендері бар. Атап өткен дәрумендер мен минералдар жалпы иммунитетті берік қылып, денсаулыққа жақсы әсерін береді. Жастың кейбір қасиеттері қандағы қант мөлшерін азайта алады. Жасымықтан жасалынатын ботқалар, көжелер өте тойымды және дәмді болады. Жасымықтың түрлері көп. Олардың түстері, дәмі, дайындалу ерекшеліктері де түрлі. Мысалға, қоңыр жасыл жасымықтың жаңғақ дәмі болады. Әрі ол пісіргенде өз пішінін жақсы сақтайды. Қызыл жасымық піскенде ұсақтанып кететін қасиеті де бар. Сондықтан езбе көжелер жасаған дұрыс. Сары жасымық өте тез піседі. Осымен біздің видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше келесі видеода жолыққанша.